Қазақстандықтардың ақшаға қатысты ең жиі қоятын сұрақтарының бірі осы. Айлық түседі, бірақ көп ұзамай ақша қайтадан жетпей қалады. Неге? Бұл тек табыстың аздығы ма, әлде мәселенің басқа жағы бар ма? Ақша келіп жатса да не үшін қолда тұрмайды, е? Әдетте мұндай сұраққа көпшілік бірден жауап береді. Табыстың аздығы, бағаның қымбаттауы, инфляция. Шынында да Қазақстандағы жалақы деңгейі дамыған елдермен салыстырғанда әлі де төмен. Бірақ сарапшылар мәселенің тек мұнда емес екенін айтады. Шындығын айтқан кезде бізде табыс та төмен елімізде. Белгілі бір дәрежеде салыстыратын болсақ, әлемдік дамыған мемлекеттерде әлдеқайда табыс жоғары екені түсінікті. Ең төмен табыстың өзі ол жақта 1,5 миллион басталады көп дамыған мемлекеттерде. Бізде ең төменгі жалақы қазіргі кезде 85 мың теңге көрсетілген. Демек, бізде елімізде шынында табыстың төмендігі бар. Одан бөлек екінші, азаматтарымызда да дұрыс әдеттің қалыптаспағандығы ол да бар. Сарапшылардың айтуынша мәселе көбіне ақша табуда емес, оны жұмсау тәсілінде. Өйткені көп адам үшін табыс түскен күн мен ақшаның таусылған күні арасындағы уақыт тым қысқа. Көп жағдайда бізде азаматтарымыз табыс тапса, ең бірінші кезекте шығындарға жұмсап тастайды. Бірақ неге бұлай болды? Соңғы жылдары қазақстандықтардың қаржылық мінез құлқы өзгерді. Ақша жинамай тұрып сатып алу қалыпты құбылысқа айналды. Бізде қоғамымызда өкінішке қарай деп айтуға болады, кредитке барлығын рассрочкаға алып тастау сондай әдет көбірек қалыптасқан. Яғни сіз табысыңыздан жинау емес, керісінше қарызға кіріп кетіп, керісінше кредит алып тастап деген сияқты мәселесін қарызбен шешуді үйреніп қалған азаматтарымызда жетерлік. Кредиттің өзі жаман емес, бірақ мәселе қарыздың күнделікті қаржы мәдениетінің бір бөлігіне айналуында. Ал басқа елдерде жағдай басқаша болуы мүмкін. Қарапайым ғана Вьетнам елінде көрініс тапқан, Жапонияда көрініс тапқан жақсы көріністер, азаматтар бірінші кезекте жинақ жинайды. Яғни табысының 10%-ын, 20%-ын жинаққа аударады да, одан кейін бар қалған ақшаны белгілі бір шығындарды азық-түлік алуға, транспортқа, я болмаса бала шағасына киім алуға, оқытуға жұмсай бастайды. Ең дұрыс әдебі осы. Ал Қазақстанда ақшаға қатысты тағы бір ерекше құбылыс бар. Ол той мәдениеті. Кей жағдайда бір күндік мереке бірнеше жылдық қарызға айналып жатады. Той үстінде тәтті күнде, жас жұбайлар шат күліңдер, ән салайық би-билейік. Тойды кредитке жасау үдерістері өте жиі болып кеткен. Я болмаса әлеуметтік желіні қарайды, әлеуметтік желіде ана адамдар осылай жасап жатыр, мен де соларға ұқсауға әрекет жасаймын деп, яғни қарызға кіріп кетіп, кредитқа кіріп кетіп, сондай өмірді қалыптастыруға әрекет жасайды. Бұл өте қате шешімдер. Сарапшылар мұндай шешімдердің артында көбіне есептен гөрі эмоция тұратынын айтады. Қаражаттары бұл эмоционалды шешімдерді мүлдем жақсы көрмейді. Қандай эмоционалдық шешім қабылдандыңыз, бұл жерде айтқан кезде сіз өте үлкен шығынға ұшырадыңыз деген сөз. Көп сатып алулар ол салқынқанды шешіммен жүзеге асу керек. Бірінші кезекте оны бөліп қарастыру керек. Яғни ол сіздің отбасыңыз үшін қажеттілік пе, жоқ әлде ол айтқан кезде қалауларыңыз ба? Осыны нақты ажыратып алған дұрыс. Көбінесе азаматтар қалауын орындаймын деп, я болмаса бір статусты, осындай бір дәрежені көрсетемін деп, қарызға көлік алып тастайтындар бар, несиеге кіріп кететіндер бар. Сондықтан бұл қате шешімдер. Сондықтан бұл жерде ең бірінші кезекте қажеттіліктерді жабуға тырысу керек. Бір затты алардың алдында міндетті түрде өзіңізге сұрақ қою керек. Бұл затты мен шын мәнінде қажет па бұл менің отбасым үшін деген сұрақ өте маңызды. Және де егер де қатты бір жеңілдік болып жатыр деп кейде алдайды, ол маркетинг құрбаны болып кетесіз, қазір алып қалу керек деген сияқты. Осы кезде де сұрау керек. Егер бұл затты мен осы затқа жеңілдік болмаса да алатын бедім деген сұрақ қою керек. Егер шын мәнінде жеңілдік болмаса да бұл зат маған керек алам десеңіз ғана, ол затты алуға кеңес беремін. Ал басқа жағдайда ол тек қана сіз маркетингтің құрбанысыз. Дегенмен мәселенің шешімі күрделі формулаларда емес, қарапайым әдеттерде болуы мүмкін. Сіз әрине 200 мың теңгені төңірегінде табыс тапсаңыз, оның 20%-ын бірден аудару қиын болуы мүмкін. Сондықтан ең маңыздысы қанша аударғаныңызда емес, ең маңыздысы әдетте қалыптастыру. Яғни 5%-ын болса да аударыңыз. Яғни 5 мың теңге болсын, 10 мың теңге болсын. Бірінші өзіңізге төлеңіз деген сол. Яғни жинаққа аударып қоясыз. Әр табысыңыздан
Бізде көбінесе бір бонус болып қалса, бір жерден проекттен, жобадан ақша түсіп қалса, ой, жақсы ақша түсті, кеттік жуайық деген әңгіме болады. Кейін сөйтіп ол ақшаны шашып тастайды. Ондай табыс болса да, тіпті біреу көрімдік берсе де, туған күніңізге біреу сыйлық жасаса да, оның 10%-ын аударып қою әдетке айналдыру керек. Яғни, мынау сіздің көрімдігіңіз деп бір адам мысалға 20 мың теңге берсе де, оның 2 мың теңгесін аударып қойыңыз, қалғанын жұмсай беріңіз. Сондай бір әдеттің қалыптасуы біздің қоғамымызда өте керек. Сол үшін де бірінші өзіңізге төле деген осы. Ал одан кейін барып қажеттіліктеріңізге жұмсайсыз, одан қалыватса қалауларыңызға бойынша заттар алсаңыз болады. Ақша туралы әңгіме көбіне табыстан басталады, бірақ кейде маңызырақ сұрақ бар. Біз тапқан ақшамызды қалай басқарып жүрміз? Өйткені кей жағдайда мәселе ақшаның аздығында емес, оның қолда тұрақтамауында болуы мүмкін.